сен өзі жауапкершіліктің не екенін сезінесің ба? Менің бар екенімді білесің ба? Тек өзіңді ғана ойлайсың ғой? Енді маған не дейсің? Жұмыстан қалдың деймін. Жұмысынан қалдың ғой, Тұрсай, кешігесің. Жұмысынан қалдың ғой, Тұрсай, Тұрсай. Йо-май, ертері оятпайсың ба? Өмір айтам бар, оятшы, Будильник екеуміз кезек-кезек ояттық қой, Тұрсай деп. Немене бәле ол? Бар, нараскай бар. Жақсы, рахмет. Сәлеметсіз бе? Иә. Сәлеметсіз бе? Жандос аға, келіңіз. Жандос ағай, мектебімізге келе сала бірден өзіңізді жақсы қырыңыздан көрсеттіңіз. Рахмет. Енді сізге бір сыныпқа сынып жетекші болуыңызды сұраймын. Шын ба? Әрине. Тек бұл мектебіміздің ең тәртіпсіз сыныбы. Өкінішке орай, бүкіл мұғалімдер аяғына дейін жұмысын атқара алмады. Бірақ мен сізге сенемін. Сіздің қолыңыздан келеді. Қатты тәртіпсіз бе? Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Болмай қойсам болмай ма? Болмайды. Директордың бұйрығы деп қабыл алыңыз. Құдайым өзін сақтай көр. Құдайым өзін сақтай көр. Ағай, бұл сізге мешіт емес мектеп қой, соны айтам. Тыныш! Менің есімім Жандос. Бүгіннен бастап сендердің сынып жетекшілерің боламын. Сен бізге шыдайтынға сенсің бе? Сен тұршы. Мен көтеріп жіберейін ба? Өзімді көтере алмайтсам ма? Тұр деймін саған. Мен тұрғанмен не өзгереді? Сен қалай қалып сөйлесесің? Сіздер сөйлесің. Кешір Жандос, ертеңнен бастап сізде сөйлеймін. Әлкесін жіберіп қойсыңызшы. Жіберем. Ой ағай, босқа үре болмай қойса. Біздің класстан мұғалімдер ғана емес, мектептің өзі қорқады. Ай, опасная. Мен қорықпаймын. Мен қорқытам.
Чо там, Жаке, класспен жеке-жеке таныстырайын ба? Ой, қуандық, сен таныстырмай ақ қойшы. Өз орнында тып-тыныш өзің таныстырып отыра берші. Сөйлеп қалу керек болған. Я танысайық. Енді таныспай араласып кетпейтін шығармыз. Жалпы деймін да мен. Танысатын мен саған қызбын ба, а? Бәріміз қызға ұқсап тұрмыз ғой деймін. Біз тек сенің атыңды білсек болды емес па? Сыныптың аты кім еді? Бағанаған таныстырып еді. Уже ұмытып жатырмын ба? Дұрыстап таныстырсаң дұрыс болар еді ағай. Сендер үлкендермен қалай сөйлесесіңдер? Қалай болса солай. Короче, сабырлы болсаң ғана бізге шыдайсың. Атак саған қиын болады. Қайсың е? Расымды Жандосқа берген бай. Скоро жұмыстан шығады десейбіз, шыдамай. Неге олай жаман айтасың? Не болды саған бірден қорғап бастадың Жандосты? Арман, енді Жандос менің досым ғой. Мен оған жаманды ойламайтын шығармын. Прям досың емес шығар, қыз бен жігіттің арасында достық деген нәрсе болмайды ғой? Арман. Максимум коллегасыңдар. Сендер қазірден бастап тәртіпсіз болып, үлкендерді сыйламасаңдар, ертең арттарынан еріп келе жатқан іні қарындастарын сыйлайды деп ойлайсыңдар ма? Ағай, кешірім сұрайын. Бірден айтсам ол ма? Айт. Өзіміз білеміз, түсініңіз ба? Түсіндің ба, түсіндің ба? Қалай сөйлейсіз сен не? Знаешь что, Жандос, қалай сөйлесек те өзіміз білеміз, түсіндің ба? Соны айтам е. Так что ойланып сөйле, ағайсымақ. Дұрыс айтасың бала. Как она айтқан ғой? Қайда бар жатсың е? Шаруаларым бар. Ачу. Не қылған классыңдар сендер? Если тебя что-то не устраивает, можешь выйти, дверь там сен ешкім ұстап тұрған жоқ. Қош болды. Қазір ата-аналарыңа айт, директорға айтып, мектептен шығарып жіберем, ойнамаңдар менімен. Ағайсымақ. Емне терпіті тұтсың қатын құсап ей? Терпиласың ба елі? Сен астам сотылып береді екен бұл мені? Жаз жібереді адамна, бетон түріндедір жаз жіберетін арға. Аузың жапшы, көрсетем қазір мен саған. Не істей аласың маған, а? Не істей аласың? Мектептен шығарып жіберем. Мына сыныпта есі дұрыс біреу бар ма өзі? Басқа классқа бардыңамаса. Есімің кім? Көркем. Жаным, Көркем сайраш өтінем. Тынаш! Бағана шығып кеткен баланың аты кім? Бауыржан. Оны мен ергеспей қойыңыз, ұйықтап қаласыз. Тәтті ұйқыға батасыз. Я, оның лақабаты бесік қой. Неге бесік? Ұйықтатып жібереді ағай просто. Лучше сөйлеспей қойыңыз. Ұйқыңыз кеп тұрса айтыңыз. Таңғы 6-ға будильник қойып береді. Жеге, аналар жалын жатыр, кеттік. Қай класстың балалар ей? Тоқтаңдар е! Не сұмдыға бұл? Мектептің ауласында төбелес шығарып? Енді апай өздері ғой. Не өздері? Сенің осы бар ғой, өздері ғой деген сөзің бітпейді, я? Түрлерін қараш тұрған. Сен не айтасың, Нұржан? Апа енді Бауыржанға жабылған ғой, біз класс болып қалай қарап тұрамыз? Көмекке барды ғой шын. Түрлерің ше? Кешіріңіз, енді балалықпен жасап қойған шығар. Бұлар бар ғой, бұндай балалықты күнде жасайды. Үйсіп жүріп бір күні ауруханадан бірақ шығады бұлар. Сынып жетекшісі ретінде бұл мәселені өзім шешем. Да? Шешіңіз онда. Тез алып кетіңіз, көргім кеп тұрған жоқ түрлерін. Жүріңдер. Балалар, мен сендерге жай сынып жетекші емес, дос, бауыр, ағаларың болғым келеді. Мен досым, бауырларым, ағаларым да бар, рахмет. Мектепке тып-тыныш келіп, сабағыңды беріп жүре берсей. Аузыңдағыңды алшы. Алмасам ше? Тілмен қоса жұл болам. Істеп көрсей. О, Жаке, кстати, рахмет. Ата-анамы шақырмағаныңызға. Оқасы жоқ енді. Жоқ, ондай рахмет емес. Бұлай боссың ғой негізі. Негіз деймін да біздің класс. Тонып тұрған комедиясыңдар, чет-четтеріңнен ақа. Негізінде ағайсыз кішкене ақша алып, біз туралы фильм түсірсеңіз де болады. Дұрыс айтасың, кино түсіру керек қой біз үшін аттары. Ең шумный класс, қалайсыңдар? Қалайсыңдар? Керемет, ты как? Как жизнь? Как здоровье? Че, никто не обижает тебя?
Нормально, все, рахмет. Арман деймін саған? Я жандос дұрыс естідің. Еркелетеді да сөйтіп. Жәке сен бүйтсе сабақ өтейік біз. Бара бер. Жәке дей бермейді, Жандос ағай деңдерші. Еще чего, Арман? Размечтался? Мен де Арман демес, Арман ағай деп айтыңдар еді ғой. Тоқташы, кімсіңдерсіңдер? Басқа митингке дейін дарылап тұрсыңдар, не істейсің маған? Тоқта! Сен сияқты торыз бесіз тоқтай сылаптың. Айтам, араласпай тұра тұршы, сабақтайын бірге бір шығасың ба? Шығам, не істей аласың? Не істей аласың маған, а? Не істей аласың? Жігіттер тоқтаңдаршы, өтініш. Төбелесіп не шешпексіңдер, а? Одан да ақылмен шешейік. Араласпай қойш. Соны айтам, сабағыңа барайшы. Сабақ жоқ менде. Айтып тұрған жоқ ма? Ақылмен шешейік. Ақылмен шешілетін дүние емес, ағай, нажы төртеу. Дәрілдап тұр ғой бізге төртеу деген. Нұржан, ұстаз ретінде айтып тұрған жоқ ба? Ақылмен шешейікші, жүріңдер кеттік. Жүріңдерші, көрейік, не істейміз деген. Дәл осылай ақылмен шешейік. Кім ұтылады, сол кешірім сұрайды. Мен ойнай алмаймын. Онда кешірім сұра. Не деп сұрайын? Ұтылдым деп. Шах и мат қол балам саған. Қалай? Матың шығара мен. Жіктер, болды. Сыртқа барып жейікші ма? Есек кеттіңдер. Фамилиясы кім? Фамилия? Қабдымәлік. 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 Адан кейін Б, брат. В общем, Қабдымәлік. Бәлем сен ма бастаған? Бізде кінә жоқ. Өздері ғой бірінші бастаған. Сендердің өздері ғой бітпейді екен. Бұрынғы балалардың өтірік бітпейтін еді. Қазіргілердің өздері бітпейді. Қалам, не болғыздар жүр, дұрыс па? Нормально. Бұл білім беретін жер ма, әлде төбелесетін жер ма? Не сұмдық, не болып жатыр мұнда? Елнұрдың мамасы, сабыр сақтаңыз, балаңызға ештеңе болған жоқ, дін аман. Енді түсінеміз сізді, бірақ бізді түсініңіз. Иә, енді болар болды, бояу үстінде ғой. Ренжімеңіздерші. Сен кімсің? Мен сынып жетекшілермін, есімім Жандос. Сен ба? Сен қайда қарап жүрсің? Біздің балалар өліп қалса, сен жауап бересің ба? Бауыржанның мамасы, сабыр сақтаңыз. Так, все, хватит. Қарап тұрмын, тоқтайтын түрлеріміз жоқ екен, ә? Одан да бетіңіздер шынаған қол қойыңыздар. Қабдымәлік, сен маған түсініктеме жаз. Тез қол қойып берсеңіздерші, болды. И так кесіп жатырмыз сіздердің келісіміңізден, контурға. Именно қызға толған сен ұялмайсың бетек, маған атпасын оны. Бетек, алдың неше оны? Короче, кетіп қаладым ғой, бола тұрмай. Алдың екі бардым. Қыз жіберем ғой, короче. Прикинь, биттен қарап тұрам ғой, қол өзіне алдыңызда ғой. Қол жібересің ғой, короче. Кәдімдігі дейші. Жоқ, кетіп қаладым ғой. Жоқ, айтып ойна ғой. Тыныш отыр. Айтсылың деген. Отыр. Апай, сұрақ қойсам бола ма? Болмайды. Не шу? Мүмкін амандасасыңдар маған? Қалайсыз, апай? Қой сұрағыңды. Менің атым Айданада. Айдайдана деген мағына ғой. Ал сіздің неге айыңыз жоқ? Ол заманда айғақшы жетпеген жер, Сендерге сол күлкілі болып тұр ма? Иә, апай, бізге күлкілі болып тұр сол деген. Қойсайын, карт. Не жоқ саған? В общем, короче, тура осылай тығыз берші. Апай,
ағай, кетпеңізші енді. Все? Кетті. болды сылтау болады жабай жумаймыз ба достар? Жуайық. бізде көк емес па қатты жуатын не барсың деп Давай. Түк жоқ па не? облом Жарайды, бүгін жұма ғой. осы көңілсіз естімейді Білмеймін ғой, өздерің біресе шешіп алыңыз, жігіттермен комп қыла барамыз. Дұрыстап айналдырамыз мойнымызды оңға, солға. Аха. Жандос ағай, кешіріңіз, сізді болады ма? Балалар, жалғастыра беріңдер, қазір келем. Жандос, мына балаларға шыдам мүмкін емес. Шынымды айтсам, мен де әрең жүрмін. Негізі, құтылғым келіп жүр бар ғой. Білмеймін, балалардың психологиясын өзгерту керек па? Әлде бір қандай да бір әдіс ойлап табу керек па? Енді бір мүмкіндік бар, соны пайдаланып көрем. Не мүмкіндік? Мен сыныптың балалары төбелесіп жүрген басқа мектептің оқушыларын шақырып қойдым. Тағы да төбелестірейін деп тұрсың ба? Енді дана маған сенбейтін шығарсың, бірақ осы жолы сенші. Сен сабағыңа бара бер. Қызықтың көкесі енді басталды. Байқа, Жандос. Ағай, рұқсат па? Әрине, кіре ғой. Ағай, Мен қалай айтарымды білмеймін. Бірақ мен мына сыныптан шаршадым. Ертең сыныптастарым қандай еді десе, қалай айтарымды білмеймін. Барлығы мен кемсітеді, тіпті күш көрсетеді. Сонда саған қалай күш көрсетеді? отыр көркем отыр дедім саған Көркем, саған айтып тұр ғой? бері кел көркем отыр көркем мен саған отыр дедім ғой енді жерге жат Қыздар қойындар. жат көркем Жат деп тұр ғой саған. жат жерге жат Қойындаршы, қыздар. Жат деп тұр ғой саған. жат Қойындаршы. жат дегенде жату керек еді надо было меня слушаться, поняла? Өтініш ағай, мен айтты деп ешкімге айтпаңызшы. Басқа біреуге айтуға қорықтым. Уайымдама көркем. Бұл мәселені өзім шешем. Рахмет ағай. Форма шоқтар бір қадам алға. Форма қайда? Мектеп формасы бар ғой, главный. Соны айттым. Мазақ керек па не? Формамызды ұмытып кетсек, біздің жазығымыз не? Басын неге ұмытпайсың сен не? А? Сізге не жоқ? Маған дене шынықтыру ұнамайды. И вообще мен маған ұнайма, ұнамайма, өзім таңдай алатын шығарым. Орныңа тұра ғой. Балалар, келіңдер. Не, мыналар не істеп жүр? Біреу көріп таймыз а? Істеме! Тұр дейм саған не? Тұр деме! Тұр дейм орныңа. Не үшін жағып жүрсің мыналарды? Тұр дейм саған. Тұр! Көресің қазір. Көрейік. Ура, төбелес көретін болдық иә қыздар. Не болса да бүгін қызық болайын деп тұр. Көрім, біздің ұлдар ұтады. Мыналар бізге фаворит емес шығар, әншілей. Сол. Айтып болдыңдар ма? Болдық. Күліп? Болдық. Түзел! Тәк тұр! Көресіңдер қазір не болатын. Арман, кеттік. Айда. Спорт салға? Жандосың ұйымдастырған көруге бармайсың ба не? Жылайын жоқ жүті барасың. Ауырып тұр дейсіз. Жарайды, кеттім үйімді. Бара бер. Қазір кімнің мықты екенін анықтайтын боламыз. О, төбелесеміз ба? Төбелес ұмыт. Күшін тасып бар жатыр ма не? А? Спортпен сайысасыңдар. Форма келмегенізді стоп болған ба? Сол. Ал кім ақ қойды? Соны айтам, не ол баланы жарысы қылып? Қатысқыларың келмей ма? Боссыңдар. Хотя бы көрмей отыра онда. Сөз доғаршы болды. Қазір 3 сайыстан тұратын жарыс болады.
Бірінші сайыс командалық эстафета, екінші арқан тартыс, үшінші садақ ату. Түсінікті ма? Жеңілуге дайынсыңдар ма? Көрерміз. Әлі басталған жоқ қой. Біздің класспен жарыспасаңдаршы. Соны айтам. Уақыт жоғында бастайық. Садақ атуға желание прет. Болдыңдар ма? Кеттік онда. Есеп 1-0. Келесі сайыс арқан тартыс. Жарыспар әлі дайындалыңдар. Көрсетеміз. Келдер жиналайық. Айтайық. Осылармен осы уақытқа дейін құртқан күшімізді осы жерде көрсетуіміз керек. Қазір арқан тартыста. Мен де сендермен бірге. Ой, давай! 1, 2, 3. Дайынсыңдар ма? Кеттік ендеше. Есеп 1-1. Келесі сайыс садақ ату сайысы. Әр топтан бір ұл бір қыз ғана қатысады. Түсінікті ма? Мына топтан Нұржан мен Көркем қатысады. В смысле, Көркем ағай? Вы хотите, чтобы мы проиграли, да? Тыныш! Мен не айтам, сол болады. Мен Көркемге сенем. Ой, немене Көркем Блин. Көркем, осы уақытқа дейін саған істегендерін есіңе ал. Бар күшін жина, сен жеңесің. Жоқ, адам деген жетеді ғой ма? Мәні қыздар 4 қыздар, не білем ұрын. Мен саған сенем. Жақсы ма? Давай. Уже жеңілді ғой примерно. Сол ғой, атым нәзік болса да. Көркемнен де мықтым ғой. Дар болды, жеңілдік қайта берек. Қайттан сен күттіңдер. Әлі де шанс бар ғой. Мен бармын ғой, күтсеңдер. Дайынсыңдар ма? Кет! Дайынсыңдар ма? Ес, қомын оққанса. Көркем, осы уақытқа дейін саған істегендерін есіңе ал. Мен саған сенем. Зат дегенде жалпы береген, надо было мне слушаться поняла. Давай. Балалар, сендер неге үндемей отырсыңдар? Көркемді қолдамайсыңдар ма? Көркем!
фарфарина, латын сауысудан соң сенің мойныңда. Мүмкін емес. Сәлеметсіздер ме? Отырыңдар. Кімнің сабағы? Білмейміз ағай, күтіп отырмыз. Ағай, сізден кешірім сұраймын. Ағай, артық кетсем кешіріңіз. Ағай, біз бәріміз сізден кешірім сұрағымыз келіп отыр. Иә. Признаем свою вину, ағай. Болды, бәрі жақсы. Ойбай, ағай, не болды? Қыз сияқты майысып қалдыңыз ғой. Сол ғой, ағай, тура мен құсап майыстыңыз ғой. Қойшы қарағат сен майсасың мындай. Болды, класс. Жақсы сыныпқа айналып келе жатыр еді, құртып алмай өзімізді. Ағай, сізге рахмет. Көркем, істеген істерім үшін кешірім сұраймын. Сенің орныңда болсам шыдамас едім. Көркем, мен де сенен кешірім сұрағым келіп отыр. Прости меня, пожалуйста. Кешірім сұрайын. Ой, жаңалық қой. Бұл сынып әдеттегідей төбелесіп жатыр ма десем, құшақтасып жатсыңдар. Апай, бүгін бізде кешірім күні ғой? Жақсы. Жандос ағай, сізге көп рахмет. Жұмысыңызды өте жақсы атқардыңыз. Балалар, сендерге айтар жаңалығым бар. Сендердің жаңадан сынып жетекшілерің Айжан апай. Сәлеметсіңдер ме? Пранк шығарма ойында апай. Жандос ағайшы. Болды. Жандос ағайларың басқа да балалармен жұмыс жасау керек. Түсіністікпен қараңдар. Айжан апайларыңды ренжітпеңдер. Жандос ағай, мен сіз сағынатын боламын. Сіз мен сағынатын боласыз ба? Сағынам. Бәріміз сағынамыз ғой. Достарлар, а давайте ағаймен серік кетсек. Чотам, Дышағайдың екінші сериясы сиқыр ма? Егер сиқыр болса, дәл қазір төменге комментарий жазып кет, біздің каналға тіркелуді ұмытпа. Құрметті балалар, дәл осы балалар сияқты менімен және менен басқа елімізге танымал актерлармен киноға түскілеріңіз келсе, төмендегі байланыс нөмірге хабарласыңыздар. Жарық синема өнер мектебі сіздерді күтеді.